Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Күнделікті қызықты видеоларды өткізіп алмас үшін менімен бірге болыңыздар. Жаным, Руф анау шариктерге түсіп қалайын деп едім, болмай қалды ғой. Çıkma bir yere gerek var. Жай, ет асып жаңағы дейсің ғой да. Мансур! Адамдардың бәрін еба мен басым кетіп қалды. Сразу уже ойым бәрі түсімден де болып кетіп отыр ғой. Мен ойлап жатсыз. Кімді? Шынардың. Ұйқыдан тұрсам жыным келіп жүр ғой. Тұрып алып Шынар шапалақпен бір беріп бана. Оны білмеймін мен бір еке. Бірақ келесі күн таңертең ойланып не істесем сондай түс көрген ғой примерно. Ne isteyeceğiz demek ki buraya? Onun жарысындырмайма деймін да. Ана жігіттің жарысында. Жоқ, андай ресейме жоқ. Досым. Просто жадыра кетті мынау ма деген сияқты айтты да. Ne? Sıkıntı var mı? Мен қалай бүйтеді ғой. Сен базарға барсаң, барахолкаға барсаң, біреу саған обед алып беретін сияқты дейді. Мен аталы шығарым бес шығарым, біреуін алып берген обедін ішіп отыратын да. Kim baksın? Мойындағанда шүкірмеш işte. Жаңағыда әр адамдікі әртүрлі ғой, сол үшін өзіңнің істеп жатқан нәрсені сен бүйтшеш деп біреуге айта алмайсың да, потому что икемі жоқ, желаниясы жоқ. Адамның өзінің желаниясы болу керек, желаниясы болмаса ол істемейді, икемі болмаса, бағыт бағдар болмаса. Ботада бар екен желание, мен оған айтқан жоқпын, Аллах. Тек соған ғана сен аяғыңмен тұрып барасың. Так что сен өзіңнің істеп жатқан нәрсеңді сен анаған істешеш деп айтпа, потому что оның икемі болмауы мүмкін. Сиясың. Sütsa ма уже. Өзім ашып беріп дейді. Тренингті де ұрысып өткізеді сосын достар. Мен ұрсам бәріне Айқалайтын шығар, салт апа. сол ғой мысалға. Блогер болшы ше деп, жатпайсың ба деп мысалға да. Вот істей алмайсың, видишь, сен интересің жоқ. Аллах айтам, мақтанған. Бірақ сенің өзің көрдің ба, желанияң құлшынсың жоқ, кетіп қалдың сен, түсінің ба? Желанияларың бар салада, по-любому ақша бар. Сен өзің мамандығың бойынша жұмыс жасағың келмей ма? Мен мамандығымды мен өз ғой таңдаған. Гүлдар Хатунға апарып беру керек, соған дипломды мә өзім жасай бер деп. Яғни өз баяғының адамдары ғой, баяғының адамдары қалай мыслить етеді. Олар енді өздері кішкене ташылықта өсіп қалғасын, жаңағыдай дипломат, ағылшын білсе, ойбай ертең күшті жұмысқа тұрып кетеді дейді да. Бірақ баланың икемін затқа, бала немен айналысқысы келеді, баланың қызығушылығы қандай, оған психология енді дамып жатыр ғой бізде. Қазір мысалы біз балаға қараймыз. Мысалы мен жүзуге не болады, мен жүзуге беремін, әрі қарай дамытамын да, оның желаниясы бар екенін көремін. А біздікілер өзінің кезіндегі жаңағы қалып кеткен менталитетімен өзі енді айлығы аз жұмыс жасады ғой, айлығы көп жұмыс жасасын құрсын, престижный жерде жасасын, қандай мамандықтар бар деп әркімнен сұрастырады. Біреу айтады, ойбай ағылшын оқыды деп, бәлен күллен күшті болып кетеді дейді да. Барады да икемі жоқ адамды сол затқа тығып қояды. Сосын да ол жұмысқа икемің болмасын, сенде карьерный рост та болмайды. А өзің икемің бар нәрсеге сен желаниямен жасайсың ғой. Бәрі камераның айналасында жүрмін ғой. Енді бол айтып жатасың да бірдеңе. Енді қайтып бол айтып жатасың, тағы бірдеңе шығып кетеді әйтеуір. Кедергі болып тұр, сол айтып тұрайын, салтанатқа күтіп тұрса, уақытың келмей тұр. Күтте кете тұр деп сөйтіп жатқан сияқты. Жақсы деп қайтып барып жатып қалды. Бірақ айтты шығар, енді өзіңде уақыты бар шығар. Негізі айтады ғой, әр нәрсенің өзінің уақыты болады дейді ғой. Мысалға, мынандай бүйтеді, мысалға бір бизнесмен мынандай оқып қалдым, 32 рет жасайды ғой ана бизнесті. 32-сінде де минусқа кетеді анау деген. Не, банкрот болады. 33-сінде мировой брендке айналады ғой, анау түсіндің бе? Бірақ 32 рет үшім құлай берген. Бірақ құлай тұрып алған. Неше рет құладың енді әншілікте? Әлі маған 20 рет бар сияқты. Ауыздан түс жоқ, протез дейсің, протез ауыздан шықпайды. Будка ғой, қандай бүйтіп көрем, будка үстінде андай плакат тұр, білесің бе? Сондай сияқты ғой. Нет, уже айтқысы келіп батыр, уже түсінбейсің ба, андай айтқысы келген. Соғандай кейде бір тренинг бірдеңелер өткіземін ғой, тоқтамай сөйлеп кетемін ғой. Кетіп жатыр, жағымда талмай ма, бірдеңе даусымда өшпей ма, бірдеңе.
бара жатыр да. Түсініпсің ба? Маған жеткізіп жатыр ғой салтанат типа осылай желание болмаса адамда ол немене 10 жерден анау айтсын мынау айтсын шықпайды деген сияқты. Оған ғой енді көріп тұрамын, мысалы қараш, мынаны бірақ мына новый товар келді. Анамен сатып алатынымды білемін, новинка, тренд, короче, мен өзіме алам, фрукт салам, үйреnemін де мақтаймын да оны алады адамдар. Сосын сенеді ол. Негізі ер адамға андай өзімнің немді көрсетсем, енді әнші болмастай қалайын тұрсың. Тикток өзің айтты. Сенен шығар. Айтпаймыз. Салта кет жиналды. Мен аранжировка түгелмен ба, текстімен ба? Текстімен ба? Жоқ, мен дұрыс бопты, әнші болмағаны. Дұрыс бопты. әнші болса төреғали бар болады ғой. Жадыра өзі сондай мән бермей-ақ қойды. Бар сондай. Новый тренд. Алма туралы әңгіме айтасың, өзі банан туралы айта отыра береді. Сен қоңырат қой. Мен достарым бар ғой Шымкентте қоңырат бәрі. Еще күшті өлең бар емес, қоңырат қызы қандайсың дейді. Атаның ішінде шығар есен. Енді ол адайға кірмейді ғой енді. Кірмейді. Жоқ. Көрмейсіздер. Хули жихан бар Біз ғой. Байұлының 12 атаның бірі. Адайдан үлкен. Мен мамамадай. Екі ата ғой менде. Қаш бір мысық болып. Ана көрші үйдікілер кәдім күнде келеді анау. енді өзімше ана домашний далаға шығармаймыз ғой. Сөйтсе оны ұстай алмайды екенсің ұрғашына. Анау деген сөйтіп күні өйтіп тұрғалап өзі шыққысы келіп. Бір-біріне қарайды ғой терезеден прикинь. Романтик. Анау ар жақтан келетін, анау бер жақтан. Қой шешесінің арын обалына қармай қабылдан шығардық соны ананы. Мә, атын деген сөйтсек не екен? Кәдімгі не екен? Таза екен. Тек транскрипциясымен оқып жүрдім. Сосын маған бір досым кітап сыйлаған. Арабша оқып үйрену деген. Ішінде QR коды бар, видео сабақпен да. Енді ол жерде бір ер ұстаз үйретеді. КМДБ-ның несімен, рұқсатымен шығарылған кітап. Бірақ мен ол кезде бұлай үйренбеген екен. Мен қазір енді байқап жатырмын. Оказывается, каждый әріп бар ғой, мысалы, сот деген әріпті ауызды толтырып, сосын барып шығарып, кәдімгідей бетіңнің бұлшықеттері қимылдап шығу керек деген нәрселерді мен енді түсініп отырмын да, мәссаған. Мен оказывается білмеген екенмін ғой көп нәрсені деп. Бірақ солай кішкене оқып көрдім, бірақ көп сүре жаттауға мен қорықтым. Себебі енді может шайтанның арбауы, арам ойлар деген сияқты ғой. Андай может қате жаттап қойсам, мысалы көп сүре жаттап тастайсың, ертең ол қате болып қалады да, сенің миыңда шатасу бола ма деп. Мына жер есіңде ма? Бірінші кездесуіміз. Бірінші кездесуіміз ана столикте болды. Мына жерде бұрышта болған. Сосын ол істейміз, мына үйден айтты.